GM арнасы ұсынады. Айымның ғажайып әлемі. Ой, дене шынықтыру сабағым өте қызығатты. Иә, өте қызық еді. Ал енді асханаға барайық. Ура, мен де келісемін. Айымды да шақырайық. Жоқ, мен сендермен бармаймын. Жалғыз өзім қалғым кеп тұр. Маған достар керек емес. Мүлдем керек емес. Жалғыз өзім қалам. Болды, кеттім мен. Айым, маған сенің сыныптастарың сенің олармен дос болғың келмейтіндігін айтты. Сен не үшін олай жасадың? Апай, неге менің істеген жұмыстарымды қате деп айтасыз? Айжан апай, не істесем де бәрін қате дейсіз? Айым, мен саған тек жақсылықты тілеймін. Ал айым, қызым, жағдайың қалай? Ата, жалғыз өзім қалғым келеді. Бәрінен шаршадым. Ал сен көздеріңді жұм. Сенің арманың орындалады. Ура! Мен жалғыз өзім қалдым. Арманым орындалды. Енді бұның бәрі менікі. Мен қателігімді түсіндім. Менің достарым, мұғалімдерім қайда? Жалғыз өзім қалғым келмейді. Ал қызым, жалғыздық саған ұнады ма? Жоқ ата, ұнамады. Адамдарға достар керек екен. Есінде сақтап ал қызым. Достықтан қымбат нәрсе жоқ. Иә ата, мен бәрін түсіндім. Рахмет Ғани ата. Сәлем. Сәлем. Достар, ренжімеңдер маған. Біз саған ренжімейміз, айым. Иә. Біз доспыз ғой. Арамызда әрқашан достық болсын.